Өте керемет. Бірінші сабақтың өзінде сіз кішкене өзіңізді танып, ең алғашқы жаттығуды жасадыңыз. Және де психотип туралы кішкене түсінік қалыптасты, иә. Енді ең негізгі сұрақ, мен қай психотипке жатамын, немесе қабілетімді қалай анықтасам болады. Шыны керек, қазірдің өзінде сіз егер Google-ға терсеңіз, тест на психотип личности деген секілді, о жақта өте көп түрлі тесттер бар. Әрине, оның сіз экстравертсіз ба, интровертсіз ба, интуитсіз ба, эмоционалсыз ба, оның барлығын өзіңіз анықтап алсаңыз да болады. Дегенмен, өкінішке орай тесттің көп болғанымен, оның қайсына сенерін ол тағы да бір үлкен мәселе болып кетеді, иә. Сондықтан сіздерге ең мынау Майерс-Бриггс тесті, бұл мынау Юнгтың зерттеулер жұмысында негізделген өте жақсы психотипке арнайтын тест бар. Оны сіздер осы сайт арқылы өтсеңіздер болады. Дәл қазір сіздер міндетті түрде бұл тестті өтіңіздер, себебі бұл Майерс-Бриггс жұмысында бүкіл адамзатты 16 психотипке бөледі. Сіздің қазір нәтижені өтіп болғаннан кейінгі шыққан нәтижемен ары қарай сипаттап сіздермен жұмыс жасау үшін, сіздер қазір ерінбей, осы сілтеме арқылы өтіп, бұл тестті аяғына дейін өтіңіз. Өту барысы қандай? Сізде қазір 100 сұрақ болады. Я білем, 100 сұрақ ол өте көп, және де өкінішке орай тек қана орыс тілінде, қазақ тілінде әлі бұған ұқсас тесттер өте аз, және де болған жағдайдың өзінде де нәтижені осылай нақты бере алмайды. Сондықтан сіз қазір 100 сұраққа жауап беріңіз. Бұл кем дегенде бір 15-20 минут уақыт алуы мүмкін. Және де әрбір сұраққа жауап берген кезде сізде бір жағында не согласен, бір жағында согласен деген секілді нүктелерден тұратын шкала болады. Соған байланысты сіз нақтырақ жауап беруге тырысыңыз. Ал егер сұрақтың жауабын білмесеңіз, онда ортасында белгілейтін болсаңыз, ол ары қарай келесі сұраққа өтіп кете берсеңіз болады. Ондай болса, мен сіздерді дәл осы тестті өтіп болғанша күте тұрамын. Өте керемет, тестті өттіңіз деген ойдамын. Егер өтпесеңіз, міндетті түрде өтіңіз, себебі өтпей ары қарай сипаттаманы естісеңіз, ол сізге ондай пайдалы болмайды. Ал ондай болса кеттік. Ең алдымен сіздер тест өткеннен кейін сізде белгілі бір психотиптің атауы шықты, иә? Білмеймін, мүмкін сіз консулсыз, менеджер, стратег, помощник деген секілді әртүрлі атаулары бар. Ол атаулары әрбір тестте әртүрлі аталады. Дегенмен ең басты мән беретін зат бұл 4 әріп. Яғни сізде мына жақта ең алғашқы әріп И немесе Е болуы мүмкін, иә? Бұл екі әріп нені білдіреді? Мүмкін сіз естіген шығарсыз, интроверт, экстраверт деп айтып жататын сөздерді, терминдерді. Бұл дегеніміз не? Бұл біз алғаш өзіміздің энергиямызды, қоршаған ортаны қабылдау екі түрі болады. Ең бірінші интроверттер, бұл кісілер көбінесе энергияны, уақытын, зейін барлығын өзіне бағыттайтын адамдар. Енді сырттан қарағанда кішкене ол кісілерді тұйық деп атайды, дегенмен ол адамдар мүлдем тұйық болмауы да мүмкін. Тек қана ол кісілер бүйтіп ашылып сөйлесу үшін олардың сеніміне ену керек, яғни белгілі бір өзіңіздің ортадағы сенімді адамдармен ғана ол кісілер ашық сөйлесе алады. Ал экстраверттер болса, бұл адамдардың бүкіл бағыты энергиясы сыртқа бағытталған, сөйлеуге өте жақын келеді, коммуникативті, ортада жүргенді жақсы көреді, сондай адамдар көбінесе экстраверт болып табылады. Егер сіздер мысал ретінде сұрақ қоятын болсам, мысалы, сіз ауыр жұмыс күнінен кейін сізге екі нұсқа берсе, біреуі сіз жұмыстан кейін үйге барып, өзіңіздің бөлмеңізде, өзіңіздің жақсы көретін шайыңызды құйып алып, ұнайтын киноңызды көріп отырасыз ба? Әлде екінші нұсқасы, сондай шаршаған жұмыс ауыр күннен кейін, керісінше достарыңыздың бәрін шақырып, бір жаққа демалуға барып, сөйлесіп, әңгімелесіп, ой бөлісуді таңдайсыз ба? Яғни екеуінің қайсысын таңдайсыз, соған байланысты сіз не интровертсіз, не немесе экстравертсіз. Ары қарай кететін болсақ, сіздердің нәтижелеріңізде екінші әріп, ол S әріпі болуы мүмкін, немесе N әріпі болады. Осы екеуінің біреуі болады. Яғни S дегеніміз бұл сенсорный, және де N бұл былайынша интуит адамдар. Бұл кісілер көбінесе, егер сізде S әріпі болса, бұл сіз ақпаратты
фактілермен қабылдайсыз деген сөз. Яғни сізге глобалды үлкен картина емес, сізге нақты ол неден тұрады, қалай тұрады, яғни көбінесе логикалық ойлау қабілеті осы кісілерге тән. Және де әрқашан бұл кісілерге былай нақты ақпаратпен ғана келуі керек. Ал интуиттарға болса, бұлар керісінше өте былай нақты фактілерден гөрі бұларға тек қана глобалды картина өте қызықты. Және де кішкене креативке жақын, жаңа ойлар, пікір алмасу бұл мынау интуиттерге өте жақын келеді. Бұл тестті өткеннің бір жақсы жері, сіз өзіңіз ақпаратты дұрыс және түсінікті қабылдау үшін осы екі методтың біреуін таңдауыңызға болады. Немесе керісінше, егер сіз өзіңіздің әріптестеріңіздің, немесе басшыңыздың қай психотипке жататынын білгеннен кейін, сіз оларға ақпаратты түсінікті жетік жеткізу үшін сіз әртүрлі подход қолдануыңызға болады. Егер ол адам S әрпі E болса, онда ол кісіге сіз нақты фактілермен ғана келуіңіз керек та. N әрпі болса, сіз ол кісіге жалпылама, мынау общее видение дейді ғой, картина, соны айтуыңыз керек. Ары қарай кеттік. Келесі әріп сізде үшінші әріп Т әрпі болуы мүмкін, немесе F әрпі болуы мүмкін. Бұл ағылшын тілінен аударғанда thinking және feeling, яғни ойланады және сезеді. Осы екі шкала. Бұл дегеніміз не? Егер сізде Т әрпі тұрса, онда сіз кез келген ақпаратты шешім қабылдар алдында міндетті түрде өте көп ақпарат жинап аласыз. Ал F деген бұл кісілерде интуициясы өте қатты дамып, сезімдерге көбірек сенетін адам. Түсінікті болу үшін қайтадан мысал келтірсем, сіз өзіңіздің жұмыс орныңызды өте қатты жақсы көресіз делік, үйдің жанында әріптестеріңізбен бұрыннан бері біргесіз. Бірақ сіздің сондай мықты маман екенін біле отырып, жаныңыздағы әріптес компания сізді өзіне алып алу үшін мүмкін көбірек жалақы ұсынады, немесе жақсы условия дейді ғой, жақсы мүмкіндіктер ұсынады, сосын сізді шақырады жұмысқа. Енді сіздің екі нұсқа бар, бір адамдар шешім қабылдау үшін ең алдымен бүкіл плюс, минус, бүкіл ақпаратты жинайды. Яғни, мысалы, бұл кісілер өйстіп ойлануы мүмкін. Менің қазіргі жұмыс істеп жатқан жұмысым жақын, онда жақсы. Жаңа жұмыс алысырақ, онда минус, Бірақ әріптестерімен жақсымын, ал ана жақта енді жаңа мүмкіндік бар деген секілді бүкіл ақпаратты жинап алғаннан кейін барып қана шешім қабылдайды. Ал мына кісілер болса, өте қатты дамыған кісілерде, бұл сіздер көбінесе сезіп тұрмын деп айтады ғой адамдар. Менің өзімнің сезімім бойынша мен жаңа жұмыс орнына барғым келеді. Немесе керісінше жоқ, мен жаңа жұмысқа барсам бір жаман сезім болады, мен одан да осы жұмысында қаламын деген секілді. Осы екі қабілет сізде дамыған болады. Енді ең соңғы төртінші әріп, бұл сізде J әрпі немесе P әрпі болуы мүмкін. Бұл енді көбінесе тәуекелді білдіретін адамдар, яғни G әрпі бұлар кез келген зат шешім қабылдау үшін міндетті түрде логикаға және де ақпараттарға тәуекелге бара бермейтін адамдар. Мысал, қайтадан мен мысал ретінде көбісін айтқанды жақсы көремін, себебі ол миға қонымды және түсінікті болады. Мысал ретінде біз тауға шығайық дейік, G әрпі бар адамдар, бұлар көбінесе қалай істейді? Ауа райын көріп алады, тауға шығу үшін су алады, тамағын алдын ала дайындайды, киімін дұрыстап қояды, тауға баратын жолды зерттейді, ол тауға жеткеннен кейін қалай қайтады, қандай план А, план Б деген секілді, сондай әртүрлі жолдарды қарастырады. Ал П әрпі бар адамдар, олар қандай? Олар көбінесе тәуекелге нетіп, ауа райына қармай тауға шыққысы келсе, шауып кете беретін адамдар. Енді мен сіздерге не үшін бұның барлығын ашып айтып беріп жатырмын, себебі бұл басында сіздерге қазір кішкене түсініксіздеу, мүмкін жаңа ақпарат болғанымен, егер сіз осы мәселені біліп танып алсаңыз,
Онда сіз әр ситуацияда өзіңіздің мықты және әлсіз жағыңызға байланысты өзіңізді қалай ұстауыңыз керек, соны біліп алсаңыздар болады. Сонымен қатар, әрине, бұл шкала ретінде ғана болады, яғни сізде ең соңында онсызда тесттің нәтижесі шыққан кезде әрбір заттың өзінің проценті болады. Мысалы, мына жақта 40%, бір жағында 69% деген секілді әртүрлі шкала болады, және де шкала уақытымен өте кішкене өзгереді. Дегенмен де, егер сіз бірнеше рет тестті өтіп, сізде әртүрлі психотип шығып тұрса, онда ол негізінен дұрыс емес, және де сіз мүмкін кейбір нәрселерді дұрыс жауап бермей, мүмкін өзіңіз әлі анықтап алған жоқсыз. Негізінен Майерс-Бриггс бойынша бұл жақта Томас тест психотип ол туа біткен қабілет деп есептейді. Сондықтан негізінде тестке шынайы жауап берген кезде сіздің шыққан нәтижеңіз де сізге көбірек көмектесе алады. Одан басқа, егер Майерс-Бриггс осы тестті өткеннен кейін сіз енді мен қандай салаға баруым керек, немесе қандай маған жұмыс жағымды, маған ұқсайды деген секілді сұраққа жауап алғыңыз келсе, ең соңынан сізге белгілі бір 4 әріп шықты делік. Мысал ретінде алсақ, ESFG деген әріп шықса, осы 4 әріпті Google-ға теріп, құр жазуыңызға болады. Осы психотипке сәйкес келетін қызмет түрлері деп жасаңыз, ол сізге қандай мамандықтар жарасады, соның тізімін беретін болады. Енді жалпы Майерс-Бриггс тестісі бойынша мен сіздерге толыққанды айтып бердім. Міндетті түрде тесттің ең соңында да сипаттамасы жазылынады. Ол сипаттамада сіздің мықты әлсіз жақтарыңызда да көп тоқталып айтып кетеді. Сондықтан осы тестті өтсеңіздер, сіз өзіңізді тануға тағы да бір үлкен қадам жасайсыз. Менде 2-ші сабақ осымен болды. Бұйыртса 3-ші сабақта көріскенше.